Ökülü Bahtiyar Kalpayev деген ukam keldi. Atayın көңіл айту үшін Leylek Tergesi'ne, Leylek'tin eline. Sözü Bahtiyar ukam sana. Саламатсыздарбы, Әсет Қалаев халқы. Үміт 9 жашында Қырғыз мемлекетінің келешегі үшін өзінің жанын беріп, күнде Қырғыз елінің қабырғасын қайыстырып, барлығымызды қайғыға салып, Қырғыз мемлекетінің келешегі үшін жанын беріп кетті. Бүгін ертеменерде түнгі сағат 3-те Қырғыз Республикасының премьер-министрі Жапаров Садыр Нуркушевич мага чалып, Бахтияр, ошол Лейлекке барып, Карабулак айылына барып, ел менен кайгысын тең бөлүшүп, Садыр Жапаровдун атынан терең кайгыруу менен көңүл айтууну суранды. Азыр эми кече гана кызматына киришкендигинен мамлекетте болуп аткан ушул улуктун орнотуп өзү келе албастыгын бүгүнкү күндө, бирок жакынкы күндөрү, жакынкы убакытта келип ушул жерге келип кетемин деп өзү билдирип кетти. Урматтуу элим, бул Үмүтбек Leylek району үчүн эле эмес, Кыргыз мамлекетинин келечеги үчүн өзүнүн жанын берди. Ал тарыхта баатырлык наамга татыктуу, чыныгы баатыр болуп кала берди. Урматтуу элим, сиздерди мен сабырдуулукка чакырып, терең кайгыруу менен көңүл жайы жандаттын болсун. Урматтуу келген коноктор,